Қарағандыда Ұлы Отан соғысы майданында қаза тапқан жауынгерлерге арналған ең әдемі ескерткіш орындарының бірі Жеңіс паркі. Ашылғанына 15 жыл болды. Жеңіс саябағының басты көрнекілігі оның дәл ортасында орнатылған даңқтың керемет ротондасы. Ротонданың орталық бөлігінде жеңімпаздарға арналған түрлі түсті әрі музыкалық су бұрқақ бар. Ол ротондада бүкіл саябақ бойымен Дауыстық аллеясына созылып жатыр. Сондай-ақ Жеңіс саябағында интернационалист жауынгерлерге арналған архитектуралық мемориалдық ансамбль орнатылған. Бұл ТМД-дағы ауған жауынгерлеріне арналған алғашқы және әлі күнге дейін ең үлкен ескерткіш болып саналады. Мереке күндері саябақта мәдени бұқаралық іс-шаралар мен халықтар мерекелері өтеді. Жеңістің 30 жылдығына орай 1975 жылы 9 мамырда Қарағандыда жауынгерлік даңқ мемориалдық ансамблінің салтанатты ашылуы өтті. Мемориалдың ортасында мәңгілік алау орналасқан. Оның алдында барельеф, сондай-ақ астында мәрмәр тұғырға қазақ және орыс тілдерінде ерлердің даңқы мәңгілік деген жазба ойылып жазылған. Ансамбльдің бұйыр жағында мыс монеталар арқылы 1941-1945 деген сандар жазылған тіреу қабырғалары бар. Ескерткіш мәңгілік алаудан бастап алаңның ортасына дейін созылып жатқан батырлар аллеясын тудырады. Онда гранитті мемориалдық тақталарға қарағандылықтардың Кеңес одағының батырлары мен даңқ орденінің толық иегерлерінің есімдері қашалған. Көрнекті ғалым археолог, тарихшы, Қазақстандық археология және этнография мектебінің негізін қалаушы Алкей Марғұлан 1904 жылы 11 мамырда Семей облысы Баянауыл уезінің номер 2 ауылында дүниеге келді. 1928 жылы Семей педагогикалық техникумын бітіргеннен кейін Алкей Марғұлан Ленинградқа оқуға кетеді. Ол оқуды бітіргеннен кейін қуғын-сүргінді болдырмау үшін Қазақстанға оралады. Мұнда ол тарих институтының ғылыми қызметкері қызметін атқарды және 1943 жылы кандидаттық диссертация, ал 1946 жылы докторлық диссертация қорғады. 1946 жылдан КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі, 1958 жылдан академик қызметін атқарды. Алкей Марғұлан 1946 жылдан 1974 жылға дейін соңғы қола дәуіріндегі ең ірі өркениет орталығы Беғазы Дәндібай мәдениетін ашқан орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының ұйымдастырушысы және жетекшісі болды. 1998 жылы 28 мамырда кітапхана өзінің 60 жылдық мерейтойын салтанатты түрде атап өтті. Қазіргі қоғамдағы кітапхана тақырыбында ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылды. Конференция жұмысына Қазақстан Республикасының ұлттық кітапхананың бас директоры Бердіғалиева қатысты. Сорос Қазақстан қорының үйлестірушісі Мұхамбетова конференцияның құрметті қонағы болды. Конференцияда кітапхана директоры Жанна Шаймұхамбетова облыстық кітапхана, тарих, дәстүр және даму жолы тақырыбында үлкен баяндама жасады. Оның баяндамасында кітапхананың даму барысындағы басылымдылық жақтары анықталды.